Гүлденген әлем біздің сүйікті көрермендерге сәлем. Бүгін бізде 21 ғасыр көшбасшысы Ақсеңгір ауылында ең ақылды отбасы, ал Алматыдағы ең ақылды блогер кім? Біз бүгін анықтаймыз. Қош келдіңіздер. Ал енді кезек-кезекпен бастаймыз. Жеребе бойынша бұл жерде біз Сулифа ойын ойнайық. Сулифа ойын блогерлер арасында Сабиркин, Разия, Дәке, қолдарыңызды алға созып. Давай. И Сулифа. Сулифа. Жеңіске жеткен Дәке. Үшінші ма, бірінші ма? Жоқ, бірінші. Екінші бол, міне тамаша, как раз по порядку тұр екенсіздер. Тут не куплено Ал все. кеттік. Дәке және оның командасы Босбаевтар отбасы, сіздер қай ұяшықты таңдайсыздар және қай ұпай санын таңдайсыздар, айтып кетсеңіздер. Қайсысын таңдаймыз? Қайсысын? Ауылдың алтын бесігінің ауылға қатысы бар. Өткен сабақтың осы проект бойынша деп айтты. Ангус сиыр жайлы яғни іштен келмейміз екенбіз. Құнар жобасы жайлы деген сияқты болуы мүмкін. Қайсысын таңдайын деп тұрсыз өзіңіз? Примерно. Білмейсіз ба? Бір нәрсе білесіз ба негізі? Сұрақтарға жауап бере аламыз деп ойлаймын. Сол себепті Құнар 500-ге. Құнар 500-ге бірден Дәке және Босбаевтар отбасы бірден Құнар 500-ге көз тікті. Так, Құнар 500-ді қосыңыздар. Өкім қалмайсыз ба қазір 500? Жақсы, тамаша. Бірден ба? Тамаша. Ал Құнар 500, құрметті Оралбек аға және Дәке, сіздерге оқимын. Қандай малдың үстіңгі тісі болмайды? Қойдың. Точно. Бірден жауап бере салғанша. Қойда болмай ма? Астыңғы тістер үстіңгі болады ғой қойда. Қандай малдың үстіңгі тісі болмайды? Қойда бит тісін қағады ғой. Не сойғаннан кейін басын қойда болмайды қойда. Точно ма орек, Бір енді бұл жерде тістер көрген ма мен қойда? Бұл жерден подсказка берейін, өткен подсказка беретіндей ақ сұрақ. Бұл жерде Болмайды подсказка. екі жауап, екеу міне мынада дейсіздер да? Сиырмен қойда болмайды. Сиырмен қойда болмайды? Братан, мен қойда сойғаннан кейін басын не істейді? Астында ғана болады. Үстінде ше? Үстінде болмайды. Немен жейді ол үстін? Протез ба не ол? Тіс болмайды. Не себепті қой мен сиыр деп ойлайсыз? Вариант қойып көрші. Не себепті қой мен сиыр деп ойлайсыз? Өзіңіз көргенсіз ба, үстіне болмайтын точно? Қойды көрдім точно. Точно. Сіздің үйіңізде қойлар инвалид тағы болып қалған сондай қойлар емес пе, да? Соңғы әрі нақты жауаптарыңыз қой мен сиырда болмайды. Жоқ, сен жаңа подсказка бересің бе, бермейсің ба? Көп сөйлейді екенсің Дәке. Жоқ, берем деп тұр ғой. Бересің ба, бермейсің ба? Подсказка уже өтіп кетті. Құнар 500. Қандай малдың үстіңгі тісі болмайды? Дұрыс жауап қойда және сиырда. Молодец, Жан. Білім бар, айттық, білім бар. Себебі олар айыр тұйықты малдарға жатады. Орекеңе тазасына дейін сен бердіңше білмейді маған кісі деп ойладым. Точно жауап білдім мен өйткені. Білемін ғой үстінде болмайды. Сөйтсем үстің тіс болмайды екен ғой да. Блин. Что? Тамаша. Дәкенің командасы 500 ұпайға ие болды. Қатты қуанасың, конечно. Уже қазір мен андай Сабиркин, Разиялармен аса дос емеспін, шын айтайын, проектте ше уже аса жақтыра білеймін. Ал келесі бізде Бутешевтар отбасы. Біз Мадияр екеуміз ақылдаса келе өткен сабақ 500 таңдайды. Өткен сабақ 500. Біздің блогерлер өте қатты риск жасап жатыр. Өткен сабақ 500 және сұрақты тыңдаймыз. Қойдың қай тұқымы ең көп ет береді? Мен жауабын білемін, қойдың несінің атын білемін. Несі что деген ма? Қойдың қай тұқымы? Қойдың қай тұқымы ең көп ет береді? Бұл өткен сабақ 500. Еділбай тұқымы. Еділбай тұқымы. Соңғы әрі нақты жауаптарыңыз? Мен сұрақтарға дайын болмадым. Мен Мадияр ағаға қатты сендім. Ол кісі енді өкінішке орай кішкене ауырып тұрды ше. Сол кезде кішкене ауырып, мазасы кетіп тұрды да. Өкінішке орай кейбір адамдардың қуанышына орай бұл дұрыс жауап. Және өткен сабақ 500. Құтты болсын. Құрметті Бутешевтар отбасы. Жақсы. Дәке, сізде 500, Босбаевтарда 500, Бутешевтарда 500. Енді бізде Абдрахимовтар отбасы, Дәуіт аға және Разия. Сіздердің таңдауларыңыз. Ауылдың алтын бесігім 500. Ауылым алтын бесігім 500. Ангус деген ешкім таңдамайтын. Ақсеңгір ауылы атауын қай жылы алды?
Ауылым алтын бесігім, яғни өздеріңіздің ауылдарыңыз жайлы. Ауылым алтын бесігім. Неге несправедливо өйтіп? И сондай таңдадыңдар ғой өздері. 500-ге андай оңай сұрақ. Бізге 500-ге. Қандай сұрақ? Мен таңдаған жоқпын деші. Ауылым алтын бесігім. Сұрақ. Ақсеңгір ауылық атауын қай жылы алды? Жауап. 1959. Екі вариант. Мен бір подсказка берейін. Красавчик, Сіздерге оңай подсказка, болсын, иә. пожалуйста. Ол 2000-нан бертін қарай. Болды, ешқандай подсказка болмайды. Қалай Менде енді? сұрақ Міне, былай жазылып тұр. Мен сұрақты Дауыт толық аға оқиын, иә. Ақсеңгір ауылы атауын қай жылы алды? Дауыт аға өмір бойы Ақсеңгірде 48 жыл бойы уже сүріп жүр. Округ қылып алған сәр. Ақсеңгір атауы. Бұнан Ақсеңгір болғанда Совет өкіметі кезінде бұл совхоз болды. Кейін селолық округ болды. Одан кейін ғана ауылдық округ болып бөлінді. Шынымен странный сұрақ, согласитесь? Даже Дауыт аға айтып тұр ғой, сол кезінде Ақсеңгір деп атаған. Оказывается, по документам, типа, да, там? Жоқ, бірақ Ақсеңгір атауы деп қашан берілді деген сұрақ болып Иә, тұр бұл ғой. жерде. Бұл жерде басқаша берілді. Жоқ, бұл жерде Ақсеңгір ауылы атауы деп тұр. Дұрыс қой, ауылдық округ қой. Ауылдың атауы деп. Ауылдық округ деп айтып тұр ғой. Ауылдың Ал, атауы. кеттік ал, сұрақты қайтадан оқимын. Ақсеңгір ауылы атауын қай жылы алды? 2004. Жауап қабылданды, және бұл дұрыс жауап болды. 2004. Сендім ғой. жоқ науқат емес ол кезде мына жайсаннан ары қарай біз нелер фабрикалар тұр ғой тауық бағатын сол жерде жұмыс істегенмін сол жерде 2004 жылы бір күні жұмыстан шығып келе жатсам тура сол фабриканың алдында знак тұрады да бүйтіп Ақсеңгір ауыл округі деп сол кезде көргенмін иә соны есіме сақтап қалғам да соны өткенде 2004 деді ғой сол знак қойылып қалды Үш командада 500 ұпайдан алғашқы айналым аяқталды. Бізде тең-бе-тең құттықтаймыз. Бірінші айналымнан аман есен және 500 ұпаймен өткендеріңізге бір шаблон қойсаңыздар болады. 500 ұпайдан әрі қарай Ақсеңгір көшбасшысын біз жалғастырамыз. Әдеттегідей Дәке, өзің бірінші болып бастайсың. Таңда қайсысын таңдайсың? Мен жаңағы ауылым алтын бесігім деген вариантты таңдаған кезде Разиян командасы Орекең түрін көрдім. Мүлдем ауылынан хабар жоқ екен. Сол себепті ол вариант алмаймыз. Ангус деген мүлдем қате деп ойлаймын. Құнар 200 деген алсақ па деп отыр. Мен сіз қалай деп жатсыз отағасы? Давай. Болды. Құнар 200. Құнар 200. Сұрақ. Малдың жасын қалай анықтауға болады? Тісінен ғой. Тісінен. Сосын сұрайсың ғой өзінен қанша жасын деп айтады ғой. Тісінен және өзінен. Тісінен және өзінен. Немесе удостоверениесінен. Жауап? Тісінен. Малдың жасын қалай анықтауға болады? Дұрыс жауап удостоверениесі десең. Дұрыс жауабы тісінен 200 ұпай құтты болсын. Тамаша, сіздерде қазір 700 ұпай. Ал енді келесі Мадияраға және Сабиркин. Сіздердің таңдауларыңыз. Ауылым алтын бесігім 200. Ангус 500 таңдамаймыз ба? Ауылым Дұрыс па? алтын бесігім 200. Оны ешкім білмейді сияқты. Ну ладно, хорошо. Мен де оқып. Ауылым алтын бесігім 200, давайте көрейік. Ауылым алтын бесігім. Сіздерге 15 секундтың ішінде ауыл туралы 3 мақал айту керек. Бастадық. 1, 2, 3 кетті. Негізі білетін мақал-мәтелдердің бәрі есімнен шығып кетті. Ауылдан сұрасаң асар, көршіден сұрасаң қосар. 1, Ауылға жақындағанда ит шегеді. 2, Үшінші, так, подожди. Ауылым алтын бесігім. Ауылым алтын бесігім. Стоп! 14 секунд 96. Бұл жерде Разия көмектесті және 200 ұпай Бутешевтар отбасында құттықтаймыз. Сіздер қатыссаңыз болады мақалға. Тамаша. Мен қатысып кеткенше. Екі командада 700 ұпайдан және Разия. Ауыл туралы мақал пытырлатқан ше. Мен вообще мақал білмеймін. Және ойлана келе бізде Абдрахимовтар отбасы таңдады. Нешінші ашықты? Құнар 100. Құнар 100. Сұрақ. Қойдың тапталып отынға қиып алынған өнімі қалай аталады? Түзек емес па? Қойдың Жоқ, тапталып отынға қиып алынған өнімі қалай қойдың аталады? өнімі оны тапталып отынға саламыз. Күн. Тезек тілді айтады. Жауаптарыңыз Тезек. тезек? Дұрыс қой? Немесе күн.
жалпы соның ар жақ бер жағы ғой, бәрі әр жерде әртүрлі айтамын оны. Менде дұрыс жауабы қи деп тұр. осы еді ғой. Дұрыс қой? Бір сөз ғой не? Қи деген бәрі Бөлек сөз ғой, қың, қи, мей деген. Қалай? Тезек, қи, бәрі. Эксперт? Боқ емес па? Жәнібек мырза не дейсіз? Тезек деп сиырдікін Бұл жауап қабылдана ма? Қабылданады, иә. Қи деп Экспертіміз бұл жауапты қабылдады. Тезек, қи барлығы сол бір отынға салынғандықтан, сондықтан балдан айырылдық десең. әр жерде әртүрлі айтқандықтан бұл сұрақ қабылданды. Және Абдрахимовтар отбасында 600 ұпай, екінші айналым бойынша 700, 700 және 600. Ал енді бізде ал кеттік Дәке және Оралбек мырза, сіздердің таңдауларыңыз? Құласаң Нардан құла. Жоқ, құласаң байқап жүрсейін деген мақал бар. Құласаң Ангус 500 емес дейші. Сол үшін Ангус 500. Өйткені оны таңдамасам уже ұтылатын сияқты көрдім ше. Либо пан, либо пропан ғой, короче, либо былай шығу керек болды уже. Дұрыс жауап берсек, уже ұтып тұрғанымызды білемін. Дұрыс жауап бере алмасақ, қаламыз енді, қайтеміз дедім. Ангус 500 алдық. Ангус 500. Қой бер, үйреніп қалдық қой. Сіздерде? Тамаша. Пастай беріп жүр ғой, не жалды? Мұқият тыңдаңыздар. Ангус 500. Ангус қай елдің тұқымы? Айтпаңыз. Сказ айтып саласыз, естейді бәрі. Не ғой? Голландия ма еді? Так Голландия лоу ма? Мен ойладым ше, ангус сыйлаған кезде үйіне барып бір жарты сағат зерттеген шығар енді. Бұл ангус сиыры қалай бағам деп, содан бір Нидерланд деген сөз миында қалған шығар деп ойлағам ғой. Ангус, голландский ангус, американский ангус. Стейк жейсің ба, бір нәрсе ангус деп айтады ғой. Соны бір ресторанға келіп отырмын ше, миымше. Бір біле ангус деп айтады ғой. Так, голландский ангус, американский ангус, английский ангус. Голландский ангус деген естімеңіз ба? Шин ұрып отырсыз ба? Естіген шығар бір жердесің. Ангус. Және сіздердің жауаптарыңыз? Бегемот өсетін жер қайық? Бегемот өсетін жақ? Бегемот өсетін жақта. Туыстары бегемот. Ондай емес. Мен ағама қосыламын, Голландия деген естігенмін ез бір жерден. Сол үшін голландский ангус деп айтқым келіп тұр. Иә, дұрыс па? Жауап қабылданды. Жауаптарыңыз Голландия. Ал енді дұрыс жауапты оқимын. Тоқта, бізден сұрамайсың ба не? Ойбай. Так, жауаптарыңыз қате. Сөйтіп көкем ұрып жібере салыпты ғой шейін. Бывший Нидерландтан ба, білмеймін. Да. Өкінішке орай Голландия дұрыс емес. Біз жауап берейік. Иә, бірінші болып қол көтерген Мадияр аға. Канада дейді. Дұрыс қосы. Уже бізге дұрыс емес болған соң басқалар бір нәрсе айтса да уже солардікі дұрыс болып көрдеді ғой. Сәл ойланып, уайымдап тұрасың ғой. Бұл жауапта өкінішке орай дұрыс емес. Және сіздерде бір мүмкіндік бар. Может, Испания, я не знаю, ондай емес. Ақылдаса отырып, бір жауапты айтсаңыздар. Екі команда жауап бере алмайды. Енді сіздерде бір мүмкіндік бар. Есентай кеп, айтып жатыр, мынау нечестно ғой, братан, қарасыз. Келіп, үндемей тұрғаннан қарасыз. Я первый раз үндемедім, Есентай. Просто андай бар ғой. Не подсказывай, братан. Там такое. Разия сондай қойшы айналаны, площадкаға Разияны Есентайды алып келді қойшы айналаны. Есентай мына жерде тұрды да интернет ашып отқан көрдім. А мен бәрім ондай өзім жауап бере алмаған кезде мен любой нәрсені қырағыға қараймын, короче. Айналама сөйтіп телефон ашқанын көремін, бүйтіп айналып келе жатты, бір нәрсе айтайын деп бүйтіп жатыр. Есентай дегенім деп бүйтіп бұрылып сол жерде қырылдым ғой. Ана айтып қоятын еді, негізі ол, конечно, 100 балл емес қой, 500 балл ғой. Нет, не говори. Испанияда нелер болады, как называется? Жауаптарыңыз? Может, білмеймін, солай логически ойладым, может быть, білмеймін. Голландия қате болды, Канада қате болды. Сіздердің жауаптарыңыз? Подождите. Бір? Нет. Екі? Испания дей берейік, ну я не знаю, просто сказала на шар. Это будет правильно. Испания жауабы қабылданды. Ангус қай елдің тұқымы? Ангус негізі европалық. Канада деген дұрыс емес жаңа. Европадан жаңағы сіз көрсеткен бүйтіп бірдеңе көрсеттіңіз ғой, сол жақын. Бірақ ол Испания емес, Ангус Шотландия елінің тұқымы. 500 ұпайдан айырылды дәкелер. Не болды? Мен вообще ойламаппын оны қай сатылған. Мен Голландия деп жүргем ғой. Әрі қарай жалғастырамыз. Европа деп айту керек. Мадияр және Сабиркин, сіздер қай ұяшықты таңдайсыз? Өткен сабақ 200 таңдады ба? Уже? Жоқ, таңдаған жоқпыз. Өткен сабақ
200 бар ма? Өткен сабақ 200. Давайте. Өткен сабақ 200. Ал мұқият тыңдаңыздар. Жаңа туған малға сырғаны қашан салуға болады? Жаңа туған малға сырғаны Сұрақ. Жаңа туған малға сырғаны қашан салуға болады? Яғни сіздер бір мерзімді айтуларыңыз керек. бай өткеннен кейін салуға болады. Дұрыс емес, дәкелер жауап беруге дайын дейді. Қандай? Дәке және Оралбек аға. Қанша қол көтерді ғой бірден? қайға дейсіз ба? Мен сразу салуға болады. Сразу салуға болады. Ну сразу дей берсе туылғаннан кейін Бірден салуға болады. бір айға дейін деп айтайық та. Бір айға Сонда дейін. қателеспейміз. Жауап қабылданды. Жауап өкінішке орай дұрыс емес. Және Разия және Дәуіт ағада қол көтерді ғой. бір мүмкіндік бар. Және сіздердің жауаптарыңыз бір жылға дейін Төре сөйтіп оны жауап береміз ба? прям определенный андай уақыт жазып тұр ма? 6 айдан кейін. 6 айға дейін или кейін? бір айға дейін деді, дұрыс емес деді ғой. 6 айдан кейін. Разия, қосыламыз ба жауапқа? Точно ма? 6 айдан кейін деген қара енді 6 мен 7-нің арасы ғой, значит. Иә, дұрыс. Жақсы ойланып жатсың. Бірақ бұл сұраққа ешқандай қатысы жоқ ол логикаңның. Жаңа туған малға сырғаны 3 айдан кейін салуға болады. Е-мае. Қате бәрі. Иә. Айдан қателесіп қалған. Бұл жерде Бутешевтер отбасы да қателік жіберді. Яғни Дәуіт аға мен Разияда бұл жерде Шанс бар. мүмкіндік бар алға шығып кетуге. Ауылым алтын бесігім. Ауылым алтын бесігім 100. Енді тыңдаймыз. Ауыл сөзі ағылшынша қалай? Мен білем. Жауап бере алмаса біз бір Мен жауап беруге білем. дайынбыз. Мен білем. Есть что деген. Дәке білем. жауап бере алмаса дайын. Дәуіт аға сіз білесіз ба? Деп Дәуіт ағадан. Ауыл сөзі ағылшынша қандай мағына білдіреді? Егер де Разия дұрыс жауап бере алмаған кезде Дәкеге автоматты түрде Я мен өтеді. білем негізі. Ну, если так логически, если орысша аударып бүйтсең, Жауабы village, Вилаги. вилагия. Өте дұрыс, 100 ұпай құтты болсын. Тамаша. My name is Бізде Razia. 3 командада 700 ұпайдан шабуыл ұрып қойыңыздар. Тамаша тартысты ойын болып жатыр. Білмеймін, қалай мен вообще мен негізі мен ағылшынды London is the capital Great Britain ғана білем негізі. Бірақ village дейтін біреу мен миыма бүйтіп village деді да, сосын village деп айта салдым. Қара, Алады. логически қара. Дәкелерді 200 таңдасақ, 700 біз 900 болып кетеміз де ешқандай команда жете алмай қалады бізге. Автоматически қойып отырамыз. Егер дұрыс жауап берсек, жауап бере алмай қалсақ, мына кісілер уже ұтып кетеді. Біз ұтыламыз точно. Егер біз 100 таңдаймыз, қазір Разия Күшті екен, біреу 100 жүргізуші болып таңдайды, бүкіл жауап біз ничья болып ортасында қалып қалуымыз мүмкін. Либо ничья таңдаймыз, либо ұтамыз. Өткен сабақ 100 таңдасақ точно ұтатынбыз бір түрмен. Иә, қойшыманда сондай ғой. Ангуспен 100-200-ден Шанс бар. егер де, братан, рискуем, қой не жал кетсең, ангус 200 таңдайықта уверенно тұра берейік. Егер дұрыс жауап бере алмай қалсақ, ұтылып бір қой тағы беріп отырамыз, братан. Ана екеуі 100-100 жауап берсе, ол береміз сразу. 200. Азарты қойдам. Неге қойлары бәрі ма? Кеттік па? Сол үшін бізге точно жауап беру керек, либо үндемей өткен сабақ 100 аламыз да, ничего қайтамыз. Давай енді жүз. Қойшы, керек емес па? Білеміз. Мен ойымша білмеймін бірақ. Ангус 200 не деп ойлайсың? Білсем, мен жаңа дайындалып білмеймін ба? Сұрақ қояды. Ангус туралы қойды па, ангус? Соңғы және нақты шешімдеріңіз. Өткен сабақ 100 алатын болып іске өтпейміз біз. Өткен сабақ мына кісілер жауап бере алмаса, соған 45 саламын. болды. Өткен сабақ 100. Чип малдың қай жеріне салынады? Қалай салынады? Өттік онды. Өттік па? Білесіз па, мен айта берейін ба? Айта бер, айтырсың, көрдің ба? Сіз көрген жоқсыз ба не? Сен айта берсің. Жоқ, сіз айтылса, или екеуміз Маған осы команда ұнап тұр. шығарамыз. Малдың мына жеріне, не деп айтады, иығына ма, мына жеріне ма, желкесіне ма, қай жері? Иә, сондай иығы жағына, ет пен терінің арасына салынады. Иә. Солға дұрыс қой, екеуміз жауабымыз бір ғой. Иә, сол. Жауабымыз осы. Жауап қабылданды. Бұл жауап өкінішке орай екі команда өкінішке орай дұрыс. Құтты болсын сіздерге. 100 ұпай, 800 ұпаймен қазір Боспаевтар отбасы алдыға шықты. Алып кете аламыз еще. Давай. Жауапқа Азақ кіріп кеткесің. тамаша. Енді бізде екі ұяшық қалды. Давай. Шешуші екі ұяшық. Қандай ангус? Ангус 100 және ангус 200. Ангус 200-ді көрейік, е? 200-ді көрейік.
риск Құласаң нардан құла деп тұрсыздар ма? енді все равно 100-200 какая разница? Так. сұрақ. Ангус 200. Қазақтың мүйізі шықпайтын сиыры. Әпірекелді, амағамыз дұрыс болды, әпірекелді, осы дұрыс болды. Мүйізі шықпайтын сиыр, иә? Иә. Басқа командалар қолдарыңызды көтерсеңіздер, мен разиялар, егер де жауап бере алмасаңыздар. Қазақтың мүйізі шықпайтын сиыры дейсің ба? Сұрақты қайталап оқимын. Қазақтың мүйізі шықпайтын сиыры. Алатау тұқымды ақбас сиыр. Бұл сұрақтарыңыз, толық жауаптарыңыз, Иә. Жауап қабылданды, және ол жауап өкінішке орай дұрыс емес. Жауап беру құқығы бізде Разия және Дәуіт ағаға. Қызыл қасқа ақбас дейді. Өкінішке орай бұл жауапта дұрыс емес. Онда біз жауап береміз. Дәкемен Давай, Жан, ойланшы. Миыңды қосшы. Оралбек ағаға. На, қарасай бірден кеп тұр ғой, біз егер осыған жауап беруге сәл Қой дейді аға. Ау? Осыған неше берді? Ол емес па не? Жанбек аға. Жауап бар ғой. Қазақтың қандай сиырында мүйіз шықпайды, иә? Тоқал сиыр. Қазақтың мүйізі шықпайтын сиыр. Қазақтың мүйіз шықпайтын сиыр. Мен білем. Ене десең сондай жауап бермейтін болсаң. Тоқал сиыр. Иә, сол. Қыз. Жоқ, біз жауап берсек бола ма? Болды. Жоқ, біз жауап береміз ғой, шанс бізде. Иә, Дәке сендерде. Тоқал сиыр. Жауап қабылданды және жауап дұрыс. 200 ұпай құтты болсын. Дұрыс па? Иә. Спасибо. Спасибо. Бұл жерде жауап беру құқығы Дәкелерде еді ғой. Раунд. Мен былай қараңыздар, мен Сабиркинмен мен бәріңізге түсіндіре кетейін. Нечесін болып қалады бәрі. Мен жаман болмаймын бұл жерде. Қараңыздар, мен барлығын біздің көрермендер көріп отыр. Сабиркин мен Мадияраға дұрыс жауап бермеген кезде мен разиялар деп айттым. Разиялар жауап берді. Оларды дұрыс емес дедім. Сосын Дәкелер жауап береді дедім. Дәкелердің жауабын күтіп тұрған кезде Сабиркиндер жауапты айтты да, бірақ мен ол жауапты дұрыс емес деп реакция берген жоқпын әдейі. Бірақ бұл жерде Дәке өзінің тез шапшаңдығын қолданып жауапты Оны берді. правилада айту керек. Егер де сендер жауап берсеңдер, ол саналмайды. Еще айтқан жауапты олар айтса деп айту керек еді. Жоқ енді логикалық түрде мен айтып салдым. По идее, мен правпын негізі сол ситуацияда. Басында андай нечестно көрінді маған. Болмайды ғой ол, Дәке оның жауабын білмеді ғой, оны Мадияраға айтты ғой деген менде енді не болды, ой болды. Мына сұрақтардың несі жауабын дұрыс емес деп есептеймін, потому что бізде Мадияр ағадан тоқал сиыр деп, ол любой мүйізі жоқ сиырдың бәрін айтады. Мысалы, ангуста да тоқал сиырға жатады. Ол қазақтың тұқымы емес. Қазақтың тұқымы деп сұрап тұрсың ғой. Вот. Так, бұл сұрақ, бұл наразылықтың барлығы ұйымдастырушыларға. Бірақ ауыл алтын бесігімдері сондай болған кезде, мысалы, үндемей сұрақтың жауабын қабылдадық қой. Сол үшін мен ойлаймын, жауап менің кезегімде болған кезде, Жоқ, мен именно. кішкене өзімнің шустрилығым арқасында жауап беруге құқығым болғанның арқасында. Мен кезегім ойланып тұрған едім, мына көкем тұрды да бір нәрсе айта салды. Хотя олар құқығы жоқ еді бір нәрсе айтуға. Айтты, мен миымда вариант жоқ, мен әше уақыт ұзып тұрмын, бір нәрсе айтып қаламау деп тұрған ғой. Тоқал сиыр да болмайды бір нәрсе. Тоқал сиыр дедім. Дұрыс деді. Дұрыс қой менікі енді, менің кезегім ғой. По факту үйді басып тұрмын ғой. Бұл жерде енді сұрақ дұрыс емес деп тұр ғой, Иә. Енді бірақ бағана сол сұраққа сіз тоқал сиыр деп жауап берген кезде, біз оны қабылдап, әрі қарай кететін едік. Негізінде сіздер жауап берсеңіздер. Просто сіздер нақсілер жауап беріп жүргеніне сәл андай. Дұрыс емес сұрақ. Бізде жауап беретін эксперттер бар екен. Тоқал сиыр деп айтпадыңыз. Во-первых, бұл сайыс быстрый, ловкий болу керек. Во-вторых, неге ондай? Неге сен ондай арам боласың? Неге? Во-вторых, осылай. Иә, сұрақ негізі дұрыс емес болып тұр. Мысалы, Ақсеңгір ауылдық округ бір нәрсе болды деген сұрақ болды, мысалы, ең бірінші сұрақ, ше? Ол да сұрақ по идее формулировкасы дұрыс емес қой. Сұрақтың ол дұрыс емес болды, мысалы, бірақ мүмкіндік берді, жауап қабылданды. Енді нәтижеде сұрақ дұрыс емес болды ғой. Негізі ол жауап қабылданғаны дұрыс болды. Бірақ біздің бақытымызға орай ол сұрақтың өзі некорректный болып шықты да. Сұрақты ауыстырды, из-за этого ол жауап қабылданбады Дәкелерге. Нәтижеде сұрақ тоже дұрыс емес болды. Маған мүмкіндік келді, мен жауап беріп тұрмын. Неге маған бермейсіңдер? Неге мен ит қысқанып тұрсыңдар мен түсінбеймін. Бұл жерде мынандай нәрсе жақсы конфликт болып жатыр. Мен бір нәрсе айтып кетейін. Жоқ, енді қарасаңыз, сіздерге шанс беріп тұр ғой. Жауап бермеді, сіздерге шанс беріп, жауап беріп, маған берді ғой.
Содан кейін барып бүйтіп сараптап қарасам, негізі по правилам дұрыс жасап тұр дәке. Өзі мойындап тұр. Я, мен білмедім, бірақ мен естідім, жауапты айттым деп. Мен сол кезде андай бүйтіп қырсығып бүйтіп нетіп жатырмын, болмайды олай, неге олай деп. Но негізі по правилам ол дәкенікі дұрыс болды. Менде мынандай нәрсе болып тұр. Қазір бір сұрақ қойылады Сабиркиндерге, егер олар жауап бере алмағаса, дәкелер жауап береді, дәкелер жауап бере алмағаса, Разия және Дәуіт ағамыз жауап береді. Енді бұл жерде мынандай сұрақ. Қазір біздің эксперттер сол 200-ге байланысты сұрақ қоя ала ма, оңай, әлде өте қиын сұрақ қоя ма деген сияқты ғой. Бізде кішігірім түсініспеушіліктен кейін жауап беру құқығы қазір Бутешевтар отбасында. Сабиркин және Мадияраға сұрақ. Сиырдың жапасынан қандай газ алынады? Метан. Дәке, енді жауап беру құқығы сіздерге өтпейді, өткені бұл дұрыс жауап. Құтты болсын. Дәке, сіздерде 800, Сабиркин 900 және Разияда 700 ұпай, және соңғы сұрақты сіздерге оқимын. Соңғы сұрақты оқимын. Жауап берсеңіздер, Дәке командасымен ничия. Егер жауап бермесеңіздер, онда сіздер 3-ші орын аласыздар. Ал сұрақты оқимын. Ангус 100. Қатысушыларға ангус сиырын берген компания. Екінші жауап беруге дайынбыз, ешчо. Дәке, дайын. Екінші жауап беруге дайынбыз. Мен спокойно тұрмын ғой, жында. Ол ангусқа не қатысы бар вообще? Бопты, давай. Просто. Давай. Мен ұмытып қалдым. Қатысушыларға ангус сиырын берген компания. Ең оңай сұрақ қой, негізі ең оңай сұрақ. Оны кім Сабиркиндер де білмеді негізі. Разия, Дәуіт аға, жауаптарыңыз болса. Басқа командалар өздерінің кезегінсіз айтып қойса, 100 ұпай алып тастаймын. Бәрібір екен. Қатысушыларға ангус сиырын берген компания және жауаптарыңыз. Туп жетіп отырмын. Жоқ, туп жетіп отырған жоқсың. Жауап берейік. Мен де білмеймін бұл. Жоқ, подождите, жоқ емес. Оны мен де білмеймін, негізі. Мен ұмытып тұрмын просто. Қатысушыларға ангус сиырын берген компания 1. Подожди, ты нагнетаешь. 0. Ты виноват, что я не знаю десе. Блин, мен ұмытып тұрмын, қалай еді? Просто өзім кейбір моменттерге мән беру керек еді маған. Біз оны айттық па? Как мы можем это запомнить? Айтқан екенбіз біз. Сол сиырларды әкеліп берген кезде айтқан екенбіз. Құнар жобасынан деп айтқан шығар. Бірақ ар жағында бір компания тұр. Жауап берсек бола ма? Или чо? Қазір бір өзім ішімнен бір нәрсе айтсам, бір нәрсе айтасыңдар. Нагнетать етпей, ішімнен жай 10-ға дейін санаймын. Мен хотя бы компания айтады сияқтымын. Блин, я не знаю, честно. Мен просто Маки. Просто ол Дәуіт аға, сізде ешқандай жауап жоқ? жобасы деп. Разия, сізде ешқандай жауап жоқ? Жәнібек аға бізге, короче, біреуден берді. Өкінішке орай жауап беру құқығы Дәке және Оралбек аға өтеді. Жауаптарыңыз. Кусто Казбиев. Қатысушыларға ангус сиырын берген компания. Тоқта, дұрыс па? Казбиев. Дұрыс. Спасибо. Блин, ну не знаю, вообще. Ол компания немен айналысады? Стейк, ет, сиыр. Мен білмедім. Честно, не в тему. Биф деген. Мен вообще, мен не в тему деп түсінемін. Соң келіп, оп-оңай сұрақ, 200 балдық па сұрақ қой. 100 балдық сұрақ, Казбиев деп жауап беріп, сонымен Сабиркинға теңе сол пайда, сол ключевой момент болды, неге ше. Білмеймін, мен просто внимательно просто қарағаным сол жерден көріп алдым, и ана айтқанын естіп алдым да, сосын мен түсіндім, мен қандай проектте түсіп жүрмін деп зерттедім, Жәнібек ағаны зерттедім, Кустаны зерттедім, Казбиев бәрін зерттеп шықтым. Молодец ты. Жауап қабылданды және Дәкелерде 900 ұпай, Сабиркинде 800. 900 және Разия мен Дәуіт ағада 700 ұпай. Шабалар қойыңыздар. Енді бізде суперфинал. Білмеймін, неге жаттап алмағам, неге айтпағансыңдар жаттап алшы, Разия, вот өміріне қажет болады деп. Мен андай жаттап алмаппын соны. Ал Дәке молодец. Дәке жақсы көреді оның нәрселерді. Ақшасы бар жерлерді ше, ол жаттап алады сразу. Андайға придираться сен. Он внимательнее, не пойдет деп. Суперфинал. Қазір сіздерге ортақ бір сұрақ беріледі. Кім бірінші қолын көтереді? Дұрыс жауап беру бізге керек емес. Қолын көтереді, соған байланысты. Егер жауабын айтып қойсаңыздар, минус 100 болады да, басқа команда автоматты түрде жеңеді. Түсінікті ғой, иә? Екеумізге ғой? Иә, екі командаға. Қолын көтерген бірінші адамға. Ал бізде суперфинал.
900 ұпай жинаған екі команда Боспаевтар және Бутешевтар отбасы. Мен қазір бір сұрақ қоямын. Кім қолын бірінші көтереді, сол жауап береді. Дайын болсаңыздар, сұрақ. Сиырдың жүктілігі неше ай болады? Біз бірінші. Сабиркин. Біз бірінші. Ар жақта басқа команда қосылып кетті. Сабиркин жауап берді. Жауабыңыз? 5 ай. 5 ай. Жауап қабылданды, және жауап дұрыс емес. Және жауап беру құқығы біздің. Мен аңсағанды секундтан түсінемін, короче, эмоциясын. 5 айда деді, фық қарадым. Деген кезде дұрыс емес екенін түсініп сразу ше. Ол кезде айтайын, негізі ол сұрақтардың барлығын білгем. Бірақ именно сол викторина кезінде мен ангинам ісіп, температурам көтеріліп жүрген больницаға барып укол салғызып бердім дағы, обезболивающий. Сол обезболивающийдің күшімен ғана ол викторинаға қатысып тұрғам. Сенен соң температурам 39-дан жоғары болып тұрған болатын. Ай, Қанша ай? а если вот они не ответили, мы же можем ответить? Жоқ, бұл екеуінің арасында. Нельзя? По-любому екеуі де алмай айтты қалды ғой. Это же суперфинал. 9 ай. Почему? Жауап қабылданды және жеңіске жеткен Боспаевтар отбасы құтты болсын. Сиырлардың жүктілігі адамдардың жүктілігі сияқты 9 айға созылады екен. Ойлап, әтте деп, бұна ұра салды деп ойладың ше? Дұрыс деді ғой. Қуанып кеттім, Ореке. Ты лучше. Ты умный. Сен 21-ші ғасыр көшбасшысына қатыссаң, сен орнамайтын ең. Дұрыс қой, Дұрыс. Спасибо, спасибо. Это была сильная игра, біз уайымдадық. Рахмет халқым бас жүлде бергендеріңе. Ойды восстановили. Бүгінгі біздің викторинамыздың қорытындысы бірінші орын алған Боспаевтар отбасы тамаша суперфиналды жеңген. Шапаларыңдаршы, пожалуйста, не көре алмай тұрсыңдар. Екінші орын алған Бутешевтар отбасы және үшінші орын алған Абдрахимовтар отбасы. Ақыл көп дейсіз мен ғой. біраз едетші, қойды алдық па, мадық па, соны айтыңдаршы. Алдыңыз. Қой құтты болсын. Рахмет, все. Болды, дәл шарласпаймын мен. Алсаң болды. Мен просто шын айтайын. Достойно. Қарабет болып жүрген, өйткені мен кесірімде екі қой алып қалды мен. Шын айтайын. Қазір мен қарап еттім. Мен андай сәл өз орында бастан кетіп, мәзір тұрмын, Разия. Жоқ, өте Қазбифқа бедесін деп ше. Мен ұйықтап жатқанда біреу маған сендерге ангусты кім берді деп айтса, мен Қазбиф. Рахмет, өте ақылды екенсіздер. Күштілеп тұрып өздеріңізге бір шапалақ қойыңыздар. Қой қайтарған сайын, ұтқан сайын үйде абыройың арта береді, короче. Шай береді, тамақ береді, ше. Қой ұтыласың ғой, ше. Қуырдақ та жоқ, кәмпит те жоқ, шай да жоқ қой. Қой ұтқан күндер біздің семья келіңдер, көресіңдер. Өткен кезде қуанасың, ше. Вообще қой алған күшті не, шын айтамын. Казбиф Куста Групп. Казбиф Куста Групп. Казбиф Куста Групп. Жатап алдым болды.